Оразаның түрлері. Парыз оразалар. Рамазан айында ораза ұстау, Рамазанда ұсталмаған оразаның басқа күндерде қазасын ұстау және кафарат оразалары парыз. Уәжіп оразалар. Бір нәрсеге аталған нәзір оразалар мен бұзылған нәпіл оразалардың қазасын ұстау уәжіп. Сүннет оразалар. Мұхаррам айының 9-шы және 10-шы немесе 11-ші күндері ораза ұстау сүннет. Мұстахаб оразалар. Қамари айлардың ай күнтізбесі бойынша 13, 14, 15-ші күндері аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері және Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза ұстау мұстахаб. Мәкрух болып есептелетін оразалар. Әр Мұхаррам айының тек қана 10-шы күні, жұма немесе сенбі күні ораза ұстау мәкрух. Ораза ұстау харам болып есептелетін күндер. Рамазан айтының 1-ші күні мен Құрбан айтының 4-ші күнінде ораза ұстау харам болып есептеледі. Өйткені айт күндері Алланың құлдарына деген сыйы, Алланың сый-сияпатынан бас тартпаған жөн.